Шымкент қаласы полиция департаменті өзінің қауіпсіздік басқармасы мен Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің өзінің қауіпсіздік департаментіне бекітілген сыбайлас жемқорлық пен ішкі істер органының қатарындағы күрес бағдарламасына сәйкес жүйелі түрде жұмыс жүргізілуде. 2021 жылы Шымкент қаласы полиция департаменті өзінің қауіпсіздік басқармасы мен полиция қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлыққа, яғни пара беру алу жайттары жол бергені анықталуда. Нақты айтатын болсақ, пара беру жайты бойынша қазіргі таңда жыл басынан бері 14 фактісі анықталып, ол анықталған жайттар бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталып жүргізілген. Соның ішінде 2021 жылы тергеп-тексеру барысында 4 қылмыстық іс бойынша айыпты актісімен сотқа жолданып, сот үкімі шықты. Қазіргі уақытта қалған қылмыстық істер бойынша тиісті сараптама тағайындалып, тергеп-тексеру жұмыстары жүргізілуде және соттың қарауында жолданған істерде бар. Мысал ретінде айта кететін болсақ, осы жылдың басында Шымкент қаласы полиция департаментіне полиция қызметкері арызданып, оған қатысты және пара беру жайты орын алуына байланысты біз тергеп-тексеру жүргізілгенбіз. 2 шілде күні жүргізілген тергеп-тексеру нәтижесімен пара беру азамат анықталып, қазіргі таңда оған қатысты тергеп-тексеру жұмыстары жүргізіліп, сотқа жолданған. Нақты айтатын болсақ, қазіргі таңда сот үкімімен 6 миллион теңгеге айыппұл ретінде жаза тағайындалған. Және екінші жайт бойынша айта кететін болсам, 15 ақпан 21 жылы Шымкент қаласы полиция департаменті өзінің қауіпсіздік басқармасына Абай аудандық полиция басқармасының участок полиция инспекторы арызданып, азаматша Т есімді азаматша заңсыз пара ұсынып жатқаны көрсеткен. Орын алған жайт бойынша тергеп-тексеру амалы жүргізіліп, нәтижесінде пара беру жайты бойынша азаматша анықталып, құрықталып, оған қатысты тергеп-тексеру қорытындысымен қазіргі таңда сотқа жолданып, соттың үкімімен 200 мың теңгеге жаза тағайындалған. Бұдан да басқа бірнеше қылмыстық істер бойынша қазіргі таңда тергеп-тексеру жұмыстары жүргізілуде және соттың қарауына жолданып қаралып жатыр. Бұдан да басқа қазіргі таңда бізбен жүйелі түрде сыбайлас жемқорлыққа қатысты жұмыс жүргізетінін айта кеткім келеді.